2016 жылғы 8 айдың қорытындысы бойынша жүк ауыстырып тиеудің көлемі 3620 тоннаны құраған. Армысыздар ағайын. Эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Біз бүгін Ақтау портындамыз. Сіздермен бірге мен Дума Мұхаммедқали. Ақтау портының технологиялық мүмкіндігі жоғары. Ауыр салмақты жүктерді сенімді сақтауды қамтамасыз ететін кең алаңдар бар. Және қазіргі заманғы порттың жұмысындағы негізгі бөлігі болып табылатын контейнерлер паркі қызмет етеді. Астық экспорттайтын және ауыр салмақты жүктерді тасымалдайтын 4 кемені бір мезгілде қатарынан өңдеу мүмкіндігі бар. Бірақ 2015 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып тиеу 17%-ға төмендеген. Десек те, жүктердің басқа түрлері бойынша өсім мен жоспарлық көрсеткіштердің артуы байқалады. Металл 12%-ға, астық 62,8%-ға өсті. Басқа жүктер 44%-ға өскен. Сегодня порт Ақтау сохраняет за собой лидирующие позиции. Каспий теңізінде Ақтау порты жүк тасымалы бойынша көшбасшы атанып отыр. Өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда биыл 5 есеге өскен. Бұл құжаттарды рәсімдеудің жаңа тәртібінің арқасы деп ойлаймын. Біз елбасының тапсырмасымен тағы бір паромға арналған терминалдың құрылысын бастадық. Келер жылы құрылысы аяқталып, жұмысын бастау керек. По исполнению поручения главы государства планируем запуск в текущем году. Паромдарға темір жол вагондарын итеріп кіргізіп шығаруға арналған паром кешені бар. 12 000 тоннаға дейін су сыйымдылығы бар. Бір мезгілде 4 танкерді өңдей алады. 4 мұнай құю айлақтары бар. Порт бас және сусымалы жүктерді және контейнердегі жүктердің барлық түрлерін ауыстырып тиеу мүмкіндігі бар. Ираннан жүкпен келіп тұр. Контейнер, травентин, тастар. Міне соған қазір комиссия шыққаннан кейін рұқсат беріледі түсіруге. Мынау Ираннан келген жүкті түсіреміз, сосын оған поручение дайындайды, келесі жүкті тиеуге рұқсат беріледі. Сменде 30 адам болады, докер механизатор. Осы 3 сухогрузда вагондар келеді, вагон түсіретінде, кемен тиетінде біздің осы докер механизаторлар. Біз дәл қазір құрғақ жүк айлағындамыз. Құрғақ жүкке 3 айлақ бөлінген екен. Менің оң жағымда жаңа ғана Ираннан келген кемеден жүк түсіріліп жатыр. Жүк түсіріліп болғаннан кейін ол кемеге Теміртаудың темірі тиеледі. Ал сол жағымда анау жоғарыда тұрған ол ақ бидай айлағы деп аталады екен, тек қана бидай тасымалдау үшін арналған. 2016 жылдың 8 айында 8752 ауыр жүк автомобилі өңделді. Бұл 2015 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 13 есе көп. Ақтау-Баку арқылы бағытта тасымалдатын паром жүктері жайлы жеке тоқталып айтқым келеді. Бұл бағытта мұнай өнімдерінің төмендеуіне қарамастан қазіргі таңда автомобиль көліктерінің артылып тиелуінің арқасында біз өткен жылға қарағанда паром кешені арқылы тасымалдатын жүк көлемін 396 000 тоннаға арттырып отырмыз. Паром кешені арқылы ауыр жүк автомобильдерді ауыстырып тиеу көлемінің артуы Ақтау портында бір терезе қағидасын енгізудің және тасымалдауға мүдделі әзербайжандық тараппен өзара әрекеттің арқасында мүмкін болды. Қазіргі уақытта транзиттік декларацияны рәсімдеу және оны бақылаушы қызметтермен келісу портта тәулік бойы жүргізіледі. Мемлекеттік органдармен құжаттарын осы залда әзірленеді. Транзиттік декларация және тағы басқалары. Осы өзіңіз көріп отырғандай таможен кеден бекеттерінің қызметкерлері, мұнда транспортный контроль, ветеринария, СЭС, фитосанитария, все службы. Мысалға бір келген паромнан ар жақтан жаңа өзім айтып кеткенде, ар жақтан келе жатқан кезде бізге уже ақпараттар жібереді, мынандай машиналар тіркеліп, сол ақпараттарды алып біз алдын ала бәрін рәсімдейміз. Кейбір көлік жүргізушілер өздері ар жақтан толтырып алып келеді. Бір паром келген кезде паромнан түскен машина, түскен заматынан где-то 2 сағаттың көлемінде уже территориядан жай шығып бастайды. Осындай қалыпты жұмыс режимінде айына 1000-нан астам дөңгелекті техниканы өңдеуге мүмкіндік берді. Порт айына 2000 автомобильге дейін өңдеуге дайын. Наурыз айынан бастап біз бір терезе қағидасы арқылы қызмет көрсетуді бастадық. Соның себебінен қазір 15 есеге дейін жүк көлемі, автокөлік жүк көлемі көбейіп
қазір кезінде бір терезе қағидасын енгізерге дейін жүк жүргізушісі өзі келіп машинасын түсіріп осы кедендік бақылау қызметкерлерімен біздің мемлекеттік органдармен құжаттарын бәрін өзі әзірлеп сөйтетін. Ал қазір жүк жүргізуші уже келген соң ол өзінің машинасын түсіреді, дальше жаңа өзіңіз көргендей накопитель зал ожидания. Сонда өзі құжаттардың бәрі күтіп отырады. Бұл кезде біздің қызметкерлер жаңа өзіңіз көргендей құжаттардың бәрін әзірлеп, осы мемлекеттік органдармен рұқсатын алып, кейін жаңа жүргізушіге құжаттардың бәрін береді. Осы енгізілген себептердің арқасында қазір бір тәулік ішінде 2-3 паромда өңдей алатын дәрежеге жеттік. Сол біздің қолданылған тәжірибені осы Әзербайжан портада соң қолданбақ. Өзгелер өнеге алып жатқан біздің бір терезе қағидаты көп нәрсені оңтайландырды. Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде қайта құрылған Ақтау-Бейнеу автомобиль жолы жүктерді сапалы және уақытында тасымалдауға мүмкіндік беріп отыр. Аталған факторлар тасымалдаушыларды тартуға ықпал етеді. Ақтау портының мысалында бұл бағытта коммерциялық тасымалдың белең алып келе жатқанын атап өтуге болады. 2016 жылдың 9 айдың қорытындысы бойынша Ақтау халықаралық теңіз сауда порты арқылы 4 миллион 149 мың тонна жүк артылып тиелді. Өткен жылдың көрсеткіштермен салыстыратын болсақ, бұл 551 мың тоннаға немесе 11,7%-ға кеміп отыр. Бұның басты себебі өзіңіз білетіндей мұнай және мұнай өнімдерінің артып тиелу көлемінің азаю. Бірақ оған қарамастан жоспарланған басқа жүк түрлері бойынша біздің көрсеткіштеріміз өсіп, жоспарланған көрсеткіштерден асып отыр. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағы Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысындағы индустриалды өнеркәсіптік кластер құру бойынша алғашқы қадамдардың бірі болып табылады. Және ол қазіргі заманғы жоғары өнімділікті инвесторларды, экономика саласындағы жаңа технологияларды тарту, сондай халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру мақсатында құрылған. 2017 жылдың қаңтарынан бастап экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерімен 14 экономикалық дамыған және саяси тұрақты мемлекеттер үшін визасыз тәртіп енгізілді. Барлығы 48 мемлекет. Сондай-ақ Ресей, Түркия, Италия, Германия, Нидерланд, ақш және Ұлыбританиядан келетін қонақтар саны артып отыр. Инвесторларға қолайлы жағдай жасау үшін біз 19 елмен визасыз режимін енгізіп отырмыз. Осы келесі жылы осы визасыз режим тағы да 35 елмен орнатылатын болады. Енді мемлекет басшысының инвестициялық ахуалды мейлінше жақсарту бойынша берген тапсырыстарына сәйкес біз егжей-тегжейлі жоспар құрып отырмыз. Ішкі туризм бойынша өсім байқалады. Өткен жылдың баламалы кезеңмен салыстырғанда биылғы жарты жылдықта өсім 6%-ды құрады. Бурабай, Алматы, Алакөл және Бұқтырма бұрынғысынша халық көп баратын негізгі бағыт ретінде қалып отыр. Жер қойнауын пайдаланудың интерактивті картасы іске қосылды. Процедураларды автоматтандыру мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі геология және жер қойнауын пайдалану бойынша интерактивті картаны іске қосты. Онда Қазақстанның бүкіл аумағының геологиялық карталары орналастырылған. Енді қолданыстағы және жоспарланып отырған келісім-шарт аумақтары бойынша ақпарат алуға болады. Аталмыш интерактивті карта жетілдірілетін болады. Яғни жер қойнауын пайдалану құқығын берумен онлайн режимде бақылау жүргізу жоспарланған. Ақтаудың қаласындағы Каспийдің жағасындағы шығарылым осымен тәмам. Аман сау болыңыздар ағайын.